Математиканы жақсы көретін жас досқа жалын сәлем. Сандар әлеміне қош келдің. Формулалар сенің құпия кілтің, ал логика сенің шексіз мүмкіндіктерің деген ұранмен бүгінгі мына тригонометрия тақырыбындағы с деңгейлі бір есепті қарастырып өтейік. Мына өрнекті ықшамдау қажет. Бұл есепті алдымен шығару үшін біз ортақ бөлімді берейік. Бірінші бөлшекті мен косинус 2 альфаға толықтырайын, ал екінші бөлшекті мен косинус 4 альфаға толықтырайын. Олай болса, бірінші бөлшектің алымы косинус 2 альфа көбейтілген синус 2 альфа минус бетта болады. Плюс, ал екінші бөлшектің алымы косинус 4 альфа көбейту синус бетта болады. Ал бөлшектің бөлімі ортақ, яғни бұл дегеніміз косинус 4 альфа көбейту косинус 2 альфа болады. Осы жерден бастап біз бөлшектің алымын жеке бір қарастырайық. Косинус 2 альфаны осылай қалдырамын, ал мына жердегі аргументінде орналасқан бұрыштардың айырымын мен синус альфа минус бетта формуласы арқылы түрлендіретін боламын. Синус альфа минус бетта формуласын мен қазір төменгі жаққа жазайын. Синус альфа минус бетта формуласы бізде синус альфа косинус бетта. Азайту косинус альфа көбейту синус бетта деп түрленеді. Енді бізде альфаның орнында 2 альфа тұр, иә? Демек, мұнда альфа емес 2 альфа, мұнда альфа емес 2 альфа болады дегенді білдіреді. Міне, мұнда жазып қойын 2 альфа болады. Демек, косинус 2 альфа көбейту қалған өрнекті біз жақшаның ішіне жазу керекпіз. Олай болса, синус 2 альфа көбейтілген косинус бетта минус косинус 2 альфа көбейтілген синус бетта деп түрленеді. Әрі қарай қосылған косинус 4 альфа көбейту синус бетта болады. Жақсы, әрі қарай кеттік. Енді жақшаны ашатын болсақ, онда бізде синус 2 альфа көбейту косинус 2 альфа көбейту косинус бетта болады. Минус косинус квадрат 2 альфа синус бетта қосылған косинус 4 альфа көбейту синус бетта болады. Мына екі өрнекке қарайтын болсақ, бұл екі көбейтіндіде синус бетта деген ортақ көбейткіш бар. Біз осы синус бетта деген ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайықшы. Олай болса, синус 2 альфа көбейту косинус 2 альфа көбейту косинус бетта. Минус синус беттаны жақша сыртына жіберейін. Олай болса, жақша ішінде бізде косинус 4 альфа минус косинус квадрат 2 альфа қалады. Өйткені мына екеуі жақша сыртына кетіп қалды. Косинус 4 альфа минус косинус квадрат 2 альфа қалады. Жақсы, біз өрнекті әрмен қарай түрлендіреміз. Синус 2 альфа көбейту косинус 2 альфа көбейту косинус бетта минус синус бетта. Енді осы жерден біз косинус қос бұрыштың формуласын жазып өтейік. Бізде косинус 2 альфаның формуласы косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп ашылады. Бірақ егер альфаның орнында 2 көбейту 2 альфа болса, осындай болса. Яғни, біз альфаның орнына 2 альфа деп тұр деп ойлайық. Олай болса, мұндағы альфаның орнына 2 альфа келеді, мұндағы альфаның орнына 2 альфа келеді. Демек, косинус 4 альфа дегеніміз не? Бұл косинус 2 көбейту 2 альфа, Демек, аргументі жай альфа емес, 2 альфа болады дегенді білдіреді. Олай болса, косинус квадрат 2 альфа минус синус квадрат 2 альфа. 2 альфа. Осылай. Содан кейін минус косинус квадрат 2 альфаны жазып қойық. Әрине, бұл жердегі мына бір екі өрнектер өзара жойылады, Мына екі өрнек жойылады. Жақсы, әрмен қарай жалғастырайық. Синус 2 альфа көбейту косинус 2 альфа көбейту косинус бетта. Одан кейін бізде минус синус бетта, одан кейін минус синус квадрат альфа орналасқан. Бұл екеуі өзара бізге плюс деген таңбаны береді. Олай болса, жазып қойық, плюс синус квадрат 2 альфа көбейту синус альфа болады. Осындай түрде қалады. Енді не байқаймыз? Мына бір өрнек пен мына бір өрнекте екеуінде де синус 2 альфадан бар. Мына жерден синус 2 альфадан екеу бар, олар 2 рет көбейтіліп отыр. Осы ортақ көбейткішті біз жақша сыртына шығарайықшы. Олай болса, жақша сыртында синус 2 альфа, ал жақша ішінде косинус 2 альфа косинус бетта қосылған синус 2 альфа, өйткені біреуі шығып кетті ғой, біреуі жақша ішінде қалды. Көбейтілген синус альфа болады. Мұқият қарайтын болсақ, жақша ішіндегі өрнек
қандай болып отыр? Мынаны альфа дейікші. Онда косинус альфа, косинус бетта қосылған синус альфа, синус мынау бізде синус бетта ғой, кешіріңіздер, мынау бізде синус бетта. Демек, мында бетта болады, және мында да бізде бетта болады. Яғни косинус альфа, косинус бетта қосылған синус альфа, синус бетта. Не байқап отырмыз? Бұл бізде косинустың азайту формуласы. Мында жазайық. Косинус альфа минус бетта дегеніміз бұл косинус альфа, косинус бетта қосылған синус альфа, синус бетта. Демек, біздің мына бір қосындымыз аргументтердің айырымы түрінде түрленеді. Яғни косинус альфаның орнында 2 альфа тұр, беттаның орнында сол беттаның өзі тұр. Демек, бөлшектің алымы бізде осындай түрде түрленеді. Олай болса, синус 2 альфа көбейту косинус 2 альфа минус бетта, ал бөлімінде косинус 4 альфа көбейту косинус 2 альфа. Мына екеуін қараңдаршы, синустың косинусқа қатынасы не береді? Синустың косинусқа қатынасы бұл біріншіден тангенсті береді. Олай болса, мына жерде тангенс болады. Бірақ аргументіне мұқият қарау керекпіз. Олардың аргументтері бірдей ма? Иә, бірдей. Демек, аргументтері бірдей болса ғана ол тангенсті береді. Яғни синус 3 альфаны косинус альфаға бөлсем, менде тангенс шықпайды. Өйткені олардың аргументтері әртүрлі. Ал егер олардың аргументтері бірдей болса, тек қана бірдей болғанда ғана олардың қатынасы, синустың косинусқа қатынасы тангенсті береді. Басқа аргументтері әртүрлі болған жағдайларда ол тангенсті ешқашан бермейді. Түсінікті ғой? Тангенс, одан кейін аргумент жасамыз. Тангенс 2 альфа. Болды, жігіттер, қыздар, осы өрнек есептің жауабы болады. Олай болса, бүгінге біз осы тригонометрия тақырыбы бойынша біз қандай формуларды қарастырдық? Біз қос бұрышты қарастырдық, және қосу азайту формулаларын қарастырған болатынбыз. Бұл қарапайым тригонометриялық түрлендіру есебі, бірақ жоғары деңгейдегі есеп екен. Бүгінгі осы түсіндірген есебім түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау бол.